Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз бағдаршам робот. Алдымен ойланайық, түс режимінде қандай түстер қолданылады? Түс датчигінің негізгі қызметі қандай? Бүгінгі сабақта үйренетініміз түс датчигін қолдану арқылы бағдаршам робот жасау. Біз өткен сабақта түс датчигінің 3 түрлі режим арқылы жұмыс жасайтын білдік. Олар түс режимі, шағылысқан жарық жарықтылығы режимі, сыртқы жарық жарықтылығы режимі. Бағдаршам робот жобасын жасау. Бағдаршамның жасыл, сары, қызыл түстен тұратыны бәрімізге белгілі. Сондықтан бағдаршам робот жасау үшін бізге суреттегідей түс датчигі орналасқан EVO 3 роботы керек. Бағдаршам робот жобасын Lego Mindstorms Education EVO 3 программасында құрастырып көрейік. Бағдаршам робот жобасы. Тапсырма бойынша бағдаршам робот жасыл түсті көргенде green деп, яғни жасыл түс екенін хабарлап, алға жылжиды. Сары түсті көргенде yellow деп, сары түс екенін хабарлап, жылдамдығын төмендетеді. Қызыл түсті көргенде red деп, қызыл түс екенін хабарлап, тоқтау қажеттігін білдіреді. Бағдаршам робот программасын компьютерде орындаймыз. Біле жүрейік, түстердің параметрлері көптеген түстер моделі көмегімен құрылады. Кең таралған модель түрі RGB. RGB 3 негізгі түстен құралған. Ол қызыл, жасыл, көк дегенді білдіреді. Міне қызық балалар, бағдаршам жүйесі 1914 жылы 5 тамызда Америка Құрама Штаттарының Кливленд қаласында орнатылды. Ол жартылай автоматтандырылғандықтан арнайы полиция қызметкерлері кезекпен басқарып отырған екен. Дәптерімізге тапсырма орындаймыз. Ізденіп орында. Түс режимінде түс датчигі шамамен 1 см қашықтықтағы нысандардың 7 негізгі түсін анықтай алады. Қай сан қандай түске сәйкес келетінін жаз. Келесі тапсырма ойланып жаз. Блоктың атауын және қандай күйге келтірілгенін анықтап дәптерге жаз. Жасырын сөзді тап. Суретте не бейнеленген? Табылған сөзбен сөйлем құрастыр. Енді балалар сұрақтарға жауап берейік. RGB белгісі нені білдіреді? Датчик қай кезде түссіз тең 0 деп хабарлайды? Бағдаршам робот жасау үшін қандай датчик керек? Балалар, бүгінгі сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.